сіздердің білімдеріңізді тексергім келді. Ал мына жерде балалар қараңыздаршы. Сиқырлы есік тұр. Неше есік тұр? Санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5 есік тұр екен. Мына 5 түрлі есіктің артында балалар бізге әртүрлі тапсырмаларды жасап қойған екен. Ендеше ең бірінші есікті ашып көрейік. Бірінші есіктің артында қазына іздеу жолында деп тұр. Ендеше қазынаны біз қайдан іздейміз? Біздің сөз өнеріміздің қазынасы қайда жатыр балалар? Біздің өзіміздің құндылықтарымызда, яғни мақал мәтелдерімізде жатыр екен. Ендеше қазір сіздерге мына мақал мәтелдерді жасыру беріледі. Мақал мәтелдерді табамыз. Қандай мақал мәтел жасырылыпты? Бал. Ендеше бәрін қосып айтайық. Қандай мақал шықты? Бала, тілі, бал деген. Дұрыс, жарайсыздар. Ал балалар, сіздерге ағаштар тобына мен мынадай мақал бердім. Ал кім айтады мына мақалдың? Иә? Қандай? Дұрыс айтасың. Өте жақсы, жай. Бізде ал инабат айтады. Bir rет кездесіп өте жақсы, жарайсың. Жасыл есік екен. Ол жерде бізде суретпен әңгімелеу деген тапсырма тұр екен. Көрейік қандай бізге тапсырма берілген. Ал ендеше осы суретпен берілген әңгімені кім оқып береді маған? Ал? Мен атаммен әжеге қонаққа барамын. Мен атаммен әжемнің үйінде күшік, мысық, сиыр, тауық бар. Мысық тышқанды улайды. Күшік үй көрсетеді. Сиыр сүт береді. Тауық жұмыртқа береді. Мен атаммен әжемді қатты жақсы көремін. Өте жақсы, жарайсың. Енді балалар келесі есіктің тапсырмасын орындайық. Бұл жерде тақпақтар мен жұмбақтар деп тұр екен. Ендеше қарайық. Бұл жерде де тақпақ берілген және тақпақты бізге суреттермен көрсетіп қойған екен. Ал енді осы тақпақты кім оқып береді маған? Мен кішкентай баламын. Кітапты оқып аламын. Дәптер, қалам, жазғыштар, сөмкеме өзім аламын. Өзім саламын. Өте жақсы, жарайсың. Жақсы. Қараңыздаршы. Өте оңай жұмбақ берілген. Кім оқиды? Айша келе ғой. Аузы жоқ. Көз жоқ. Тілі жоқ. Тісі бар. Басында ісі бар. Иә, бұл не? Тарақ дейді. Көрейік па тарақ па екен, балалар? Дұрыс екен, тарақ екен. Жарайсың, Айша отыра ғой. Өте жақсы. Бізге қағаздар төгіліп қалды. Бұл қағаздарды не істейміз? Бұл қағаздар бізге керек емес. Сондықтан бұл қағаздарды жақсылап умаждап тастайық. Кәне умаждап тастайық. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сіздерді біраздан бері бақылап тұрмын. Тамаша болып тұр. Мен осы табиғаттың аясында сурет салып жүрген суретшімін. Балалар, бізді манадан бері суретші бақылап тұрмын деп айтып жатыр. Және мына қағазды бізге қоқысқа тастамаңдар. Бұл қағаздан қоқысқа тастамай